Шымқала тарихи-мәдени кешені. Шуағын шашқан Шымқала археологиялық нысан ретінде ежелгі Шымкент қалашығының тағдыры орталық Азияның ірі әрі ежелгі дамыған орталықтарына тән. Ежелгі Шымкент қалдықтары 19-20 ғасырлардағы қаланың қарқынды өсуі кезінде бұзылған. Қазіргі уақытта Шымкент қалашығының Шахристаны мен орталықтағы биік цитаделі салыстырмалы түрде жақсы сақталған. Тек оңтүстік қасбетінің бойында жергілікті тұрғындар өздерінің құрылыс қажеттілігіне байланысты мұнда балшық өндірген. Соның салдарынан 20 ғасырдың екінші жартысында Шахристанның айтарлықтай бөлігі жойылған. 1986-1987 жылдары Шымкент қалашығында археологиялық жұмыстар жүргізген Ителев өткен ғасырдың 60-70 жылдары Шымкент қалашығының аумағы Шымкент әскери гарнизонның оқу-жаттығу сабақтары үшін полигон ретінде пайдаланғанын, оның барысында ескерткіштің жоғары қабаттары бүлінгенін атап өтті. Шымқала туралы алғашқы жазба мәлімет Шарафаддин Яздидің әмір темір жорықтары туралы жазған Зафарнаме атты еңбегінде кездеседі. Ол еңбекте әмір темір 1365-66 жылдары Моғолстанға бара жатқан жорығында алдыда жүріп кеткен әскері мен жүк артылған көліктерін Сайрам маңындағы Шымқала деген қоныста кездестірді деп жазады. Көптеген зерттеушілер осы жазбаға қарап, қаланың бастапқы өмір сүру кезеңін сол ғасырдан басталғанын жазған. Бірақ археологиялық қазба жұмыстары кезінде қаланың бұрынғы қамалының орнынан 1500 жыл бұрын зороастралық дәстүрмен үлкен құмға салынып көмілген адамның сүйектерін тапты. Демек, заманымыздың 5 ғасырында бұл жер адамдардың үлкен қауымы тұрған қоныс болған. Қазіргі көне Шымкент қалашығының көлемі 4,5 гектарды құрайды. Көне қаланың пайда болуы мен дамуын зерттеу үшін мұнда үздіксіз археологиялық қазба жұмыстар жүргізіліп келеді. Бұл Шымкенттің бұрынғы көне Шымкент қаласының 2200 жылдан астам тарихы бар. Көне жаңа тарих арқасында салынған мұражай. Бұл біздің тарихи-мәдени кешен сынау цитадель деп аталады, қамал деп аталады. Сол бұл осы жердегі Қоқан хандығының кезіндегі басқарған, және де оның алдындағы осы жердегі археологиялық қазбалар жүргізген, негізінде Бауыржан Байтанай жүргізген осы жерде. Соның негізінде көптеген жәдігерлік заттар табылған. Сол заттардың бәрі бізде қазір ұлттық музейде сақталуда, және де басқа да облыстық өлкетану музейлерінде сақталуда. Ал енді өзіміздегі мынау бізге жақында Сайрам музейі біздің балансқа өтті. Соның музейдің ішінде өзімізде де біраз заттар сақталуда. 2017-2020 жылдар аралығында Шымкент қалашығында кең көлемдегі қазба жұмыстарымен қайта жаңғырту, реставрацияға бағытталған ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде қалашық ашық аспан астындағы музейге айналды. Біздің Шымқала тарихи-мәдени кешеніміз 2021 жылы мәдениет басқармамыздың қаулысыменен 31 наурыз күні қала әкімінің қол қоюыменен ашылған. 14 сәуір күні 2021 жылы үй-сүйседен тіркеуден өтті. Ал 2021 жылы 1 мамырдан бастап осы жерге көрермендер келе бастады. Кешенде қазіргі таңда Шахристанның оңтүстік және батыс бөлігінде ерте және кейінгі орта ғасырдағы тұрғын жайлары консервацияланған. Бұл бірнеше бөлмелерден тұратын сыбасы мен ошақ тандырлары бар құрылыс кешені. Сонымен қатар ұстахана мен ұстап аспазының құрылысы қайта тұрғызылып, бөлме жабдықтары ішкі заңдылықтарын сақтай отырып безендірілген. Келушілерге қазақ халқының кейінгі орта ғасырдағы тұрмыс тіршілігі мен ұстаның темір балқытып, бес қару түрлерін соғып жатқан көрінісі ұсынылған. Шахристанның оңтүстік шығыс бұрышында орналасқан мұнара мен жер асты үйі де қайта құрылды. Мұнара экспозициясына зеңбірек көшірмесі мен көне керамикалық бұйымдар қойылған. Жер асты үйі 2 бөлмеден тұрады. Бірінде 17-19 ғасырлардағы азық-түлік қоймасы болса, екіншісінде көне керамикалық бұйымдар мен қару-жарақтар экспозициясы қойылған. Шахристанның батыс бөлігінде ескі хауыздың орны ашылып, оның пішіні 19 ғасырға сәйкес қайта қалпына келтірілген. Хауыз 8 бұрышты, баспалдақ тәріздес. Шымкент қалашығының цитаделінің оңтүстігінде біздің заманымызға дейінгі 2-4 ғасырларға тән ғибадатхана, солтүстігінде
19 ғасырдың тұрғын жайлары орналасқан. Ғибадатхана археологиялық қазба жұмыстардың нәтижесінде толықтай консервацияланған. Ғибадатхана жіңішке ұзын дәлізі бар бір үлкен бөлмеден тұрады. Бөлменің ішінде 30-дан астам құмшалардың сынықтары табылған. Аумалы төкпелі заманда бұл бөлмелердің есіктері саз кірпіштермен бекітіліп, құмдардың ішіндегі сүйектердің басым бөлігін алып кеткен. Сонымен қатар осы мәдени қабатта тандыр ошақтары бар 2 бөлме табылған. Цитадельдегі жоғары құрылыс қабаттарын ашу барысында 19 ғасырға тән 3 бөлмеден тұратын тұрғын үй табылған. Бөлмелерде Шымкент қалашығынан және қала айналасындағы оба елді мекендерден табылған артефактілер мен көне қаланың ескі суреттері арнайы жасақталған. Сонымен қатар бір бөлмесі қазақ баспанасының ішкі жабдықталуы қазақ этнографиясынан сыр шертуде. 4-ші бөлме 19 ғасырда Ресей әскерінің қолбасшысы полковник Черняевтің уезд басшылық қызметіне байланысты жабдықталған. Бүгінде орталық Азия өңіріндегі Түркістан, Тараз, Ташкент, Бұхара, Самарқан сынды географиялық және тарихи орындар қатарында Шымкент қалашығының алатын орны ерекше. Шымқала тарихи мәдени кешені біздің мақтанышымыз және еліміздің мұрасы. Арай шашқан таң нұрына күлім деген шымқалам, шым қорғанның етегінен шырай берер нұрғалам.